Сәлем, достар. Бүгін біз бәрімізге таныс, таңертең оянғанда бірден қолымыз жететін сусын кофе туралы әңгімелесеміз. Көп адам үшін кофе күні бойы сергеп жүрудің кепілі. Бірақ сол бір стақан кофенің сіздің денсаулығыңызға қандай зияны болуы мүмкін екенін білесіз бе? Осы видео соңына дейін көріп шығыңыз, себебі кейбір ақпараттар сізді шын таңғалдырады. Бір бөлім. Кофенің құрамындағы кофеин туралы. Кофенің басты белсенді заты кофеин. Ол мидың белсенділігін арттырып, ұйқыны ашуға көмектеседі. Бірақ кофеин жай ғана сергіткіш емес, ол нерв жүйесіне тікелей әсер етеді. Таңертең аш қарынға ішілген кофе қандағы қышқылды көбейтеді. Бұл асқазан сөлін артық бөлуге әкеліп, асқазан жарасына немесе гастритке әкелуі мүмкін. Екі бөлім. Жүрек пен қан қысымына әсері. Кофе жүрекке қысым түсіретіні белгілі. Ол қан қысымын көтеріп, жүрек соғысын жиілетеді. Әсіресе гипертония немесе жүрек ауруына бейімі бар адамдар үшін бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Жүрек қағысы бұзылып, кейде психикалық күйзеліс пайда болады. Қатты қобалжу, алаңдаушылық, мазасыздық кофе ішу салдарынан туындайтын негізгі белгілердің бірі. 3 бөлім. Ұйқысыздық пен тәуелділік. Кешке жақын ішілген кофе ұйқыға кері әсер етеді. Ұйқысыздық, мазасыздық жиі кездесетін мәселе. Одан бөлек кофе тәуелділік туғызады. Күніне бір шыныдан басталған әдет, уақыт өте келе 3-4 шыныға дейін жетуі мүмкін. Ал кофе болмаса, адам өзін шаршаңқы, көңіл күйсіз сезінеді. Бұл кофеинге тәуелділіктің нақты белгісі. 4 бөлім. Кальций мен дәрумендерді жоя ма? Кофеин организмдегі кальцийді сыртқа шығарып жібереді. Бұл әсіресе әйелдер үшін қауіпті, себебі сүйек жүйесі әлсіреп, остеопороз қаупі артады. Сонымен қатар кофе тобының дәрумендерін сіңірмей, оларды сыртқа шығарып тастайды. Бұл жүйке жүйесінің бұзылуына және шаршағыштыққа алып келеді. 5 бөлім. Таңертең ішкен бір шыны кофе неге зиян? Адам таңертең оянғанда денесі кортизол гормонын бөліп, табиғи сергектік береді. Ал егер дәл осы уақытта кофе ішсеңіз, организмге қосымша стресс түседі. Бұл гормондық тепе-теңдікті бұзып, энергияны уақытша береді де, кейін шаршап қаласыз. Сол себепті кофені таңғы астан кейін 1-2 сағаттан соң ішу ұсынылады. Аш қарынға ішпеңіз. Қорытынды. Сонымен кофе пайдалы болуы мүмкін, бірақ мөлшерін білмесек, зиянды әдетке айналады. Егер сіз күнделікті таңертең кофе ішетін болсаңыз, ойланыңыз, бұл сізге күш беріп жатыр ма, әлде керісінше денсаулығыңызды ақырындап құртуды бастадым. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларда кездескенше.